Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан, елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әрбір жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Бұл күн ұлттық мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17 желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады. Жыл сайын республика азаматтарының арасында мәдениет қайраткерлері, әлеуметтік саладағы ерекше қызметімен көзге түскен мамандар, әскери шенділер мен офицерлер, құқық қорғау саласының қызметкерлері және ел өміріндегі белсенді өзге де сала өкілдері елеулі еңбек еткендер үшін мемлекеттік марапаттармен марапатталады. Республикамыздың әр азамат үшін айтулы тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Еліміздің жалынды жастары бастарын бәйгеге тігіп, бодандық құрсауынан шығуға ұмтылған қыршын ерліктері бүгінгі тәуелсіз еліміздің жарқын істерімен жалғасын табуда. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні барлық қазақ еліне игілік пен бақыт, ырыс тілейміз. Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелдену жолында еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын. Еркін еліміз көкте туы желбіреген, бас бұғып жасқанамыз енді неден, адуынды тұрса да жау алдында, бас иіп қазақ ерінмеген. Ұрпақ үшін жерін жауға бастырмаған, еліне үлгемес пе асыл бабам, тәуелсіздік күн үшін ел аңсаған, қыршыннан қиылды қаншама жан. Бағынбай Ресейдің жарлығына, өз арысын отырғызды хан тағына, бас ием құрбан болған ел жолында, ер жүрек қазағымның ұл қызына. Ту сыртынан қарағанда көз салып, жер бетінде қазағын мұмын халық, салмақты салиқалы небірдіге келеді болашақтың жолын ашып. Ағасы мен інісі жағаласып, кетті елісімен араласып, қалауымен дәңірдің мінерінде нұрланып тәуелсіздік таң атып. Сүйсінем елімнің елдігіне, 28 жыл тәуелсіздік тол деліме, елбасы еліміз ұлықтаған қазақ атын танытты күллі әлемге. Баршаңызды тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Елбасымыз аман болып, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бостандықты сүрдік бе біз көп ғұмыр, аз ғана күн сәулелі төкті нұр. Әлсіз шуақ қарт қазақты жылытып, жас қазақ сол бәсең отты сөкті бір. Жасамыз шүкір деді бүгінге, жас арыстан жан ұшумен бүлінбе, жаңғырамыз деді түптің түбінде, парасаты тұнып тілмен дінінде. Егемен ел жасыл туы жайнаған, егемен ел қонаққа түс шаймаған, тағдырыңа шүкір деуін десем де, тірлігіңе түйіліп көп ойланам. Құрметті қазақ елі, және де Үржар колледжінің ұжымы, біз сіздерді келіп жеткен тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Тәуелсіздік тұғыры биік тұлғасын, жырласын сені барша қазақ жырласын. 91-де егемен еркін болып ек, өте шықты бүгіндер 29 жыл қырдасып. Жаңаша жазып, жаңаша қалам тербейін, қалайшамен қалқымау тебіренбеймін. Көріп тұрмын экономика өскенін, көріп тұрмын елімнің жетістіктерін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз мәңгілік болсын.